Қожа Ахмет Хазірет руханият пен дін жолында тарихи із қалдырған тұлғалардың бірі. Ол 19 ғасырдың рухани қайраткері, әділдік пен жомарттықтың үлгісі болған адам. Қожа Ахмет Хазірет атамыз үлкен Қарой, қазіргі солтүстік Қазақстан облысы үлкен Қарой деген төңіректе Жетүй деген ауылда дүниеге келген, Қарасу бойында 1878 жыл туған. Бұл кісі 6 жасынан білім алған. Бұл кісінің атамыздың әкесі Әлімбай атамыз қажылыққа 3 барған. Қожа Ахметтің әкесі Әлімбай қажы 19 ғасырдың аяғында Арқа мен солтүстіктің өңірінде кең таныған тақуалы жомарт тұлға. Ол Көкшетау мен Бұланды ағашының мешіт салдырып, ауыл балаларын тегін оқытқан, діни білім мен ізгілікті насихаттаған, ел аузында естеліктерді Әлімбай қажының парасаттығы мен жомарттығы жайлы талай аңыздар сақталған. 3 рет қажылық сапарына барып, соңғысын 1886-1887 жылдары қасиетті Меккеге жерінде дүние салып, оның артында қалған ұлдары Мұханияр мен Қожа Ахмет әке жолын салдырып мешіт жұмысын өркендейді. Қожа Ахмет Хазірет алдымен Троиц қаласындағы Зейнолла Ишанның медресесін бітіріп, кейін Уфа қаласындағы әйгілі Ғалия медресесінде білімін жалғастырады. Ол шығыс ғылымының классикалық бағыттарымен танысып, хадис, фиқх, тәфсір ілімдерін терең меңгереді. Қожа Ахмет Хазіреттің әкесі Әлімбай Қажы Бостандық болысына қарасты мешіт медресе салып, шәкірттерге арналған жатақхана тұрғызған. Сол медресені әкесі салып кеткен, үлкейтіп, кеңейтіп, шәкірттерді оқып, дайындап, бұл 100-ден артық шәкірттерін дайындап шығарған. Ол шәкірттердің ішінде үлкен алаш зиялылардың ішінде болған дейді, оқыған. Үлкен молла нелер шыққан. Бұл медреседе тек жергілікті балалар ғана емес, шалғайдағы болыстардан да жастар ағылып келіп, имандылық пен ізгілік жолында сауат ашқан. Шәкірттердің қатарында белгілі моллалар, қазилар, имамдар көп болды. Кенжетай Тоқсанбайұлы, Мұхаммед Әлі Фазылұлы, Шәріп Таужанұлы, Мұхаммед Қали Ғабдуллаұлы, Сүлеймен Құсайынұлы, тағы басқалар. Қожа Ахмет 1914 жылы патша жарлығымен өткен Ахун сайлауында мұхтасип болып тағайындалып, бостандық болысы бойынша діни және жазба істерді басқарған. Мұхтасип арабша исламға адал еңбек еткен жоғары білімді адамға берілген дәреже. Елге тегін білім беріп, дін мен руханияттың дәріптеп, осылайша үлкен Қарой өңірінде сол дәуірде ағартушы орталыққа бірі айналды. Сол дін ілімінің бөлек адамгершілік пен парасатшылықты жоғары ұстаған елді ауызбіршілікті шақырған тұлға еді. 1928-1929 жылдары кеңестік билік байларды конфискациялап, дін қызметкерлерін қуғындап, діни оқуға тыйым салды. Осы зұлмат жылдары ұстаздар жаппай қуғындалып, Қожа Ахмет Хазірет туған топырақтан амалсыз көшуге мәжбүр болды. Ол Омбы өлкесіндегі ағайындарына бой тасалайды. Алайда 1936 жылдың 20 желтоқсанында Мазбай ауданындағы түрмеге қамалып, сол жақта азапты тағдыр кешті. Әрінде де әртүрлі айтады, 86 дейді, 90 адам дейді. Омбының Еркіға көшесінде 20-шы қазір енді қаланың ішіне қала болып кетті ғой, қала өсіп кетті. Сол жерде атылған. 90 адам ішінде сол жаңағы Қожа Ахмет Хазірет атамыз, сосын інісі Мағзұм. 1937 жылы қуғын сүргін жылдары Қожа Ахмет Хазірет пен інісі Мағзұм Омбы қаласында атылды. Олардың аты ұзақ жылдар бойы аталмай келді. Тек 2003 жазушы Қуаныш Ахметов Омбыдағы Ойран мақаласына жарық көріп, ақиқат пен
айтыла басталды. Қожа Ахмет Хазірет Әлімбайұлының өмір жолы Арқа өңірінде ислам мәдениетінің өркендеуіне тарихының айнасы. Оның атымен байланысты мешіт медреселер, шәкірттердің тағылымды еңбектері ел аузында естелік, ұлт руханиятының алтын қазынасы. Өлді деуге бола ма? Ойлаңдаршы, өлмей тұғын артына із қалдырған деп. Абай Құнанбайұлы айтқандай, Қожа Ахмет Хазіреттің өмірі мен мұрасы бүгінгі ұрпаққа мәңгілік өнеге.